Қантты диабет ауруы. Қантты диабет ауруынан біз құтылу үшін көптеген жұмыстар жасауымыз керек. Қант диабетті өзі екіге бөлінеді. Біреуі жаңағы жазылмайтын, енді біреуі жазылатын деп те бөлуге болады. Мысалы, біреу тұқым қуалаушылық, енді біреу кейіннен пайда болу. Әртүрлі себептерден пайда болу. Мысалы, көп тамақтанудан, стресстен деген сияқты. Енді осы қантты диабетті біз ең әуелі диета сақтауымыз керек та. Қатты диета сақтау арқылы емдеуге болады. Және де жаңа инсулин алатын адамдар болса, өте қатты диета сақтап жерсе, қант түсіп кетеді. Енді осындай кездерде не істеуіміз керек? Қант қатты жоғары 30-ға дейін көтеріліп кетеді. Бұндай жағдайда біз не істеуіміз керек? Ал енді бұл қант көтеріліп кеткен кездерде қан қоюлап кетеді. Жүрек аурулары, бүйрек ауруларын келтіріп шығарады. Енді бұндай жағдайда біз не істейміз? Егер осы науқастар, осылай сұрақтар сіздерді мазалап жүрсе, онда бізді келіп іздеңіздер. Сіздерге дұрыс консультация беруге күшімізді саламыз. Адырбекова 70, Шымкент қаласы. Сіздерді Қазақ емханасы қарсы алады. Болды.